болып келуі бұрынғы өткен думала ғана Айша бибі, Жаған бегім, Ұлпан Зерек, Ұлжан сынды аналарымыздан нәр алған тәрбиенің нәтижесі. Асыл аналарымызға мың тағзым шексіз алғыс дей отырып, алғашқы сөз кезегін қадірлі ұстазымыз Шәмшат ұстазымызға береміз. Тақырыбы өмірдің алтын кілті ананың жүрегінде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті апаларымыз, ханымдар. Аузу биллахи минаш шайтани ражим. Бисмиллахи рахмани рахим. Құрметті ханымдар, апаларымыздың өзі біздің қазір көз алдымыздағы жанды уағыз, жанды біздің ислам дінінің бейнесі. Осы апаларымыздың жолын бәрімізге берсін. Біздің ұрпақтарымыз да иншалла Алла тағаланың жолында қызмет ететін, Алла тағаланың дінінің жолында қызмет ететін ұрпақтар болуды бәрімізге нәсіп етсін. Амин. Мен сіздерге не айтуға шықтым? Мен сіздерге осынша жылдық білімімнен алған, түйген